Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша қазыналы жердің болашағы тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 93-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз көркем шығарманы басқа үлгідегі нұсқамен салыстыру. Дескрипторы автордың ойын, мәтіннің деректерін келтіре отырып дәлелдейміз. Ойымызды, пікірімізді білдіреміз. Ендеше, мына сөздерді оқып, тақырыппен байланыстырып, ойыңды айт. Жер, дала, кен, ел, еңбек, байлық, қазына, болашақ, бақыт. Бұл сөздер нені білдіреді деп ойлайсыңдар? Тақырыбымыз қазыналы жердің болашағы. Біздің жеріміз кенді орындарға бай ел, қазынаға мол ел. Болашағымыз айқын елміз. Ендеше осы сөзімнің дәлелі ретінде мына бейнежазбаны тамашалаймыз. Жер қойнауындағы байлықтары жөнінен Қазақстан әлемде алғашқы орындарда тұрғанын білесің бе? Балалар, туған жеріміз минералдық қазбаларға өте бай. Мұның дәлелі жерімізден Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы табылған. Еліміз вольфрам, қорғасын және барий қоры бойынша дүние жүзінде бірінші орында, ал хромит, күміс, цинк қоры бойынша екінші орында. Марганец пен молибден қорынан үшінші орында тұр. Жеріміз мұз қоры жөнінен әлемде 4-ші ел болса, алтын қоры бойынша 6-шы орында. Ал мұнай қоры жөнінен еліміз әлемдегі алғашқы ондыққа кірсе, ашылған уран кен орындарының дүниежүзілік қоры бойынша 2-ші орында тұр. Балақай, сен мұнымен мақтануға тиіссің. Ендеше балалар, осы байлығымызға байланысты шығармалар шығарған ақынмен таныс болайық. Тайыр Жораков 1908-1965 жыл аралығында өмір сүрген ақын. Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетібай ауылында дүниеге келген. Күн тіл қатты, жыр қанаты, тасқынға тосқын атты шығармалары бар. Ендеше, Мұнай, Маңғыстау шығармаларын түсініп оқыңдар. Білгенге маржан. Мұнай дүние жүзінің көптеген елінде өндіріледі. Қазақстанда мұнай кен орындары Орал, Ембі, Маңғыстау алабында орналасқан. Мұнайдың шаруашылықтағы рөлі үлкен. Ол сұйық отын өндіретін басты шикізат. Мұнайдан бензин, дизель, майы, керосин тағда басқа алынады. Мұнайдан не алынады? Суретті пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңдер. Қорытындыла. Алынбаған кені көп Маңғыстаудың қойнында деген өлең жолдарынан Маңғыстау өңірінің болашағы туралы не айтасың? Және де өз үйіңде мұнай өнімінен жасалған қандай заттар бар? Тізімін жаз. Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.